Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы, сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тіліндегі ең қиын да күрделі тақырыптардың бірі passive voice жайында сөз қозғайтын боламыз. Passive voice дегеніміз сөйлемдегі толықтауыштың өз орнын сөйлемнің басына қарай ауыстыруы болып табылады. Оның жасалу жолы келесідей, be етістігінен кейін past participle, яғни етістіктің үшінші формасы қойылады. Active voice-та тұрған present simple шағындағы сөйлем my mom cooks палау, менің анам палау дайындайды дейді. Бұл жердегі толықтауышты біз сөйлемнің басына жіберетін болсақ, passive voice-тағы сөйлем жасалынады. Ол кезде палау is cooked by my mom деген сөйлем жасалынады. Палау менің анаммен дайындалады дейді. Кім дайындағанын білдіру үшін біз by шылауын қоямыз. Көріп тұрсаңыздар, палау сөйлемнің соңында тұрған толықтауыш сөйлемнің басына шығып кетті де, одан кейін be етістігінің осы жақтағы формасы is қойылды, және cooked бұл past participle немесе етістіктің үшінші формасы. Келесі сөйлем present continuous шағында берілген active voice. The administration is cleaning the road. Администрация жолды тазалап жатыр дейді. Пассивке айналдыратын болсақ, сөйлемнің соңында тұрған толықтауыш сөйлемнің басына келеді, одан кейін be етістігінің осы жақтағы формасы is қойылады, және present continuous болған себепті being етістігі қосымша қойылады. Cleaned бұл past participle, яғни етістіктің үшінші формасы. The road is being cleaned. Жол тазаланып жатыр дейді. Және айта кетерлік жайт, passive voice кезінде біз іс-әрекетті кімнің жасап жатқанын айтпасақ та болады. By the administration деген сөз тіркесін қоюға да болады, оны алып тастауға да болады. Сөйлемде қай кезде passive voice-ты қолдану қажеттілігі туындайды, оның үш түрлі жағдайы бар. Бірінші жағдай it is not clear who does an action. Іс-әрекетті кім жасайтындығы белгісіз болған кезде біз passive voice-та сөйлеуге мәжбүрміз. Мысалы, I was robbed last night. Мені кеше тонап кетті. Кім тонап кеткен белгісіз, сол себепті де passive voice. Екінші жағдай it is not important who does an action. Іс-әрекетті кім жасағандығы маңызды емес болған жағдайларда біз passive voice-та сөйлей аламыз. Мысалға, отырар was destroyed in the 13th century. Отырар 10-ші ғасырда қиратылған. Бұны кім жасағандығы бізге маңызды емес. Сол себепті де біз passive voice-те сөйлеп тұрмыз. Үшінші жағдай it is known who does an action. Іс-әрекетті кім жасайтындығы көпшілікке мәлім болған жағдайларда біз passive voice-ты қолдана аламыз. Мысалға, the terrorists were arrested. Террористер тұтқындалды. Біздің түсінігімізде оларды тұтқындағандар полицейлер. Сол себепті біз полицейлер деген бастауышты қалдырып кетсек те сөйлемнің соңына қосып қойсақ та болады. Негізінен алғанда passive voice көбіне ресми және публицистикалық стилде қолданылады. Ауызекі тілде passive voice-ты көп қолдана бермеңіз, өйткені сізді ботаник деп ойлап қалуы мүмкін. Passive voice әртүрлі шақтарда қалай көрініс табады, оны make деген етістіктің мысалында қарастырып өтсек. Present simple it is made, бұл жасалынады. Present continuous it is being made, бұл жасалынып жатыр. Present perfect it has been made, бұл жасалынып жатыр. Іс-әрекет өткен шақта басталған, бірақ қазірге дейін жалғасын табуда. Present perfect continuous it has been being made. Continuous болғандығы себепті being деген сөздер бар. It has been being made өткен шақта басталған, қазірде жасалынып жатыр. Present perfect-пен салыстырған кезде мына жерде ешқандай үзілістер жоқ, ал мынау үзілістермен мүмкін. Passive voice-тағы make етістігі өткен шақта. Past simple it was made, жасалынды. Past continuous it was being made, жасалынып жатқан. Past perfect it had been made, жасалынды. Және past perfect continuous it had been being made, жасалынып жатқан. Make етістігі passive voice-та келер шақта былайша көрініс табады. Future simple it will be made, бұл жасалынады. Future continuous it will be being made, бұл жасалынып жатады дейді. Future perfect it will have been made, бұл жасалынып қояды. Future perfect continuous бұл жасалынып жатады дейді. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да күрделі және өзекті тақырыптар туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше